Бір кездегі курстас досы Адайдың амандық саулығын бір білсем-ау деп іштей ылғи ойлап жүретін. Сәті түссе, соны іздеп тауып алуға ұйғарды. Баяғы Түлкібайда аз уақыт бірге болғаннан кейін оны екінші қайтып көрмеген еді. Тек осыдан біраз жыл бұрын көз таныс біреулерден Алматы жақта жүрген сияқты деген болмашы сыбысын ғана естігені бартын. Үйленген, үйленбегенін де басында өз панасы бар жоғында білмейтін. Студент шағында орташалау оқығандықтан жатақханадан орын тимей, көбіне қаланың шет жағындағы тау бөктерінде оқшаулау тұратын, қазақланып кеткен ұйғыр отбасының жертөлесін жалдаушы еді. Бір білсе, сондағылар біліп қалар, қалайда өз туралы бір із қалдырған шығар деген үмітпен Төлен мәні жоқ, берекесіз шуды артқа тастап, жол жөнекей Арбат көшесін бір сүзіп өтіп, бірден солай қарай тартып кеткенді. Екі ескі қабырға, бұрышында 27 деген нөмер, баяғы жас кезінде көрінгенде емес, қабырғаның үш жерінен тіреу қойылған. Қорғаның шіріп кеткен ағаш шарбақтарының сыртынан орай тікенектерді сым жүргізілген. Бұрын жемістері төгіліп жайқалып тұратын бақ қараусыз қалған-ау, ішін жабай қалың қурай басып кетіпті. Түрткіленіп жүріп, тұтаса жабылған қалың шырмауықтың арасынан шалқайып жатқан қақпа аузын әреңіздеп тауып ішке өткен. Есікті терісі сүйегіне жабысқан тырыли арық қара ел ашты. Өзі Насыбай атады екен. Бұл үйде адам түгіл, атжалманның өзі де тұрғысы келе қоймас. Алма бұл үйді, деп ол езуіндегі Насыбайын түсіріп алмас үшін сөйлегенде астың қерін жымқырына түсіп. Неге? Мақпалға кезінде осы үйді арзанға тауып берген мен болатынмын. Бар тарихын білетін болған соң айтамын да. Мүмкін онда Адайды да білетін боларсыз. Бір кезде ол да осы үйде бөлме жалдап тұрған еді. Мұқатов па? Құлпытасында солай деп жазылған. Иә, тап солай, Мұқатов. Құлпытас? Ол Мақпалмен бірге жаназасына мен де қатысқам. Жатқан жері оңдақ, су бармайтын биік, тек жаназасында қабір қазғандар мен бізден басқа ешкім болмады. Сіз не, мені шынымен танымай тұрсыз ба? Екеуің бірге оқыған жақсы дос едіңдер ғой. Таныдым. Неге танымаймын? Сіз... Иә, мен сол үйдің баялмайтын, баяғы кәрі қызымын. Сендерге қарап аузымның суы құрып қатты қызығушем, жақсылап мәнті пісіріп беретінмін. Сонда да маған қарамай қойдыңдар ғой, кәрісініп. Ең болмағанда анда-санда қойныма бір кіріп, бір шығып жүрсеңдер, нелерің кетедей? Иә, сол жылдары сіздің қолыңыздан жеген мәнтінің дәмі аузымнан әлі кеткен жоқ. Рахмет. Кедергі келтірмесін деді ме, еріндегі Насыбайының бірін оң қолымен сұқ саусағымен сылып алып, шарбақ іргесіне қарай сылқ еткізіп тастай салды. Ол қалай өлді? Білсеңіз, білгенде білемін ғой. Қара базар жанындағы күртесінен өлденесін біреулер тауып алды десе керек. Тым салынып қатты ішіп кеткен еді. Байғұс жұмыссыз сенделіп, бір құлағын кесіп әкеткендей ме, әлде егеу қиық жеп қойған ба? Жарайды, мен кеттім, сүтім таусылып қалыпты, сүт алуым керек. Сүтсіз құрғақтай нан жеу қиын. Бұрыла беріп, сіз даузынан тастамай ылғи есіне алып отырушы еді байғұс, дегенді үстеп жіберді. Ол кетті. Бұл тіл аузы байланып тұрған жерінде қабыр етпестен мелшиді де қалды. Кемпір бүкшең етіп біртіндеп ұзап барады. Апырай деші, іштей қасқағым арасында бірер ауыз сөзбен-ақ адам басына таудай қайғы үйіп тастауға болады екен-ау, деп ойлады. Дүниеге қалай келсе, сол аяқ өз жолмен бақилық болып кеткен екен ғой. Адай дос. Әтіркүл үшеуінің зыр жүгіріп ақша іздеген күндері көз алдына келе қалды. Жерде ақша жата ма, екеулеп жүріп көше-көшеден бөтелке жинап алып өткізген. Мәз еткендей, соншалық жартпады. Сосын ет комбинатына барып күні бойы сасып кеткен терілерді бір орыннан екінші орынға сүйрелеп дестелей үйіп берген.
Сөйтіп ақысына бір қыдыруға жарарлық тиын тебен қаратқан еді екеулеп. Шіркіннің иісінен тұншығып өліп қала жаздаса да, қуаныштарында шек болған жоқ. Сол қуаныштың қызуымен кешкісін медеу аңғарында алау жағып, орталарына болашақ әртіс Әтіркүл той тойлауға кіріскен. Қай жерде қалай үлгерген Адай ішіп ала қойыпты. Ішкені жарықшақ даусы мен ойнақшыған көзінен анық білініп тұрды. Ол аздай бәрі де от айналасындағы диірмен тастардың біріне қатарласып отыра бергенде, Адай күртесінің іш қалтасынан қағазға шиыршықталған 3 марихуана алып шығып, бірінен соң бірін ерініне тізілтіп қыстырып қойды. Қасындағыларға, Әтіркүл мен төтемге қарағанда жоқ. Мен бүгін сүйіктім үшін біраз ақша таптым. Төлен де көмектесті. Марихуананың біреуін ерінен алып Әтіркүлге ұсынды. Білесің ғой, бұл темекі емес, жиі-жиі тартқыштап бұрқылдатудың қажеті жоқ. Білемін, үйреткенсің, деді Әтіркүл. Солай ма? Үйреткен екем ғой. Сенше, көрсейші сенде бір, деп Адай бұрылып Төленге қарады. Жаман болмайсың. Шахтада астында жүргенде пароходчик болып істегенімде улы газды көп жұтқанмын. Дүниеде түтін иісінен жек көретінім жоқ, деп Төлен ат тонын ала қашты. Негізінде шошитындай түк жоқ мұның, деп сөзге Әтіркүл араласты. Асықпай ішіңе ақырын тартып сорасың, түтінін өкпең мен қарныңа неғұрлым ұзақ ұстайсың, соғұрлым жақсы болады. Сонда сүйегіңе шейін сіңіп, теңдесі жоқ керемет кәй баласың. Әсері ғажап. Арада 2 минуттей уақыт өте ме өтпей ме, бойыңды шаттық билеп көңілің жадырайды. Айналаңа құдды бір сонау биік таудың басынан Алатаудың қарлы шыңдарына қарай қолын бір сермеп тастады. Қарап тұрғандай боласың. Кез келген құбылыс, мысалы, мына оттың жанынан ызылдап бұзаубас ұшып өтсе де, шөп арасынан шегетке шырылдаса да, бетіңді быз еткізіп маса шағып кетсе де қызық. Ішек кісен қатқанша өз-өзіңнен қарқылдап шиқылдап күле бергің келеді, күле бересің. Бірде Адайдан жасырынып, жалғыздан жалғыз өзім оңаша қалғанда да тартып көргенмін. Бірақ ол жолы онша ұнаған жоқ. Марихуана да алакөлге ұқсайды екен. Көпшілікке қосылып тартсаң ғана жарасама деймін. Көпшілікпен отырып тартқанда тыныс алуың да қажеті жоқ көрінеді. Өйткені демің тоқтап қалғандай күйде отырасың. Өзіңді жеп-жеңіл құс құрсауындағы шығармын деп ойлайсың. Дегенмен сол алғашқы тәжірибеден кейін-ақ басыңа бұл шөпті осылай жалғастырып тарта берсең түбі жақсылыққа апармас деген бір суық ой кенет сумаң ете түседі екен. Мен өзім сөйтіп біртүрлі күдіктеніп қалғам. Соған қарағанда мен мұны қойғым келген күні қойып кете алатын шығармын деп ойлаймын. Алаулаған от бәсеңсіп, қызыл шоққа айнала бастаған кезде астарына үйден ала шыққан көрпешелерін төсеп, үстіне қатар-қатар аунай-аунай кетіскенді. Әтіркүл басын Адайдың беліне сүйей құлады да, юбкасының жырығын алдына қарай келтіріп, ышқырынын көтеңгіреп қойды. Адай жауырынын үлкен қойтасқа тіреп, еріндегі марихуана түбіршегін ауық-ауық қорсылдата сорғыштап, оң қолының алақанымен Әтіркүлдің біресе толқындаған қалың қолаң шашынан сипаса, біресе саусақ ұшымен жарлардай болып тырсиып кеткен еріндерінен түрткілейді. Енді біраз дағысын сол қолын қыздың жарқырап жартылай ашық жатқан уыс саны арасына сұғып жібереді де, қара атлас лыпасының екі елі аша тұсын ақырын жайлап жоғары төмен сүйкелеуге кіріседі. Жігіттің бөбек саусағы қыз ерніне тигенде, анау еріндерін ашыңқырай қаба өбіп, борпылдата сорып алады. Төлен олардан көзін тайдырып, қарсалдарынан көлбей биіктеп тас төбелерінен мұнара төнген таушыңдарына қарайды. Ойында Әтіркүл, ал мына антырған шайтан қыз төсекте қандай екен өз дегенше, Адай оның қолына жаңа тұталған марихуана шылымын ұстата қойды. Бұл соғысы кезектесіп шегейік. Мен бір айтқан сөзімнен айнымаймын. Әуре болма. Өзің бір рахатымен бөлсейінші десем, рахмет. Адай, сенен бірдеңе сұрасам? Сұра,
бәрібір қазір қолымда соңғы марихуанадан басқа түгім жоқ. Әтіркүл екеуіңнің қылығың онда тұрған не бар? Осындай ойындардың салдарынан дүниеге бала деген бәлекет келетінін ойлағасын сұрағам ғой. Өй, сенде келтірсек келеді, келтірмесек келмейді, деді Әтіркүл. Менің айтпағым ол емес, деді Төлен. Енді не? Деп сұрады Адай. Шешең сені туарында қалай толғатқанын білесің бе? Жоқ. Неге? Сұрағам жоқ, ол айтқан жоқ. Неге сұрадың? Жай. Көзін бадырайтып аша қойған Әтіркүл екі саны арасында жатқан Адайдың қолын көтеріп аузына келді де саусақтары ұшынан шөлпілдетіп сүйіп алды. Айтып берсейші білетініңді, досың ғой. Адай қолын одан дереу босатып алды да езуіне қыстырған марихуана қалдығын қайта тұтатып қатты бір сорып, сосын орнынан үн-түнсіз тұрып кетті. Ренжітейінші дегенім ниетім жоқ, деді Төлен ағаттығы үшін ақталғандай болып. Ренжіткен жоқсың, бар болғаны ұмытсам деген сұрадың, деді Әтіркүл. Мен білсем де білетінімді сездірмей жүремін, ал сен естен тандыра дүңк еткізіп төбеден ұрғандай еттің. Қобалжыма, біраздасын өзі қайтып келеді. Ол қазір туалетке марихуанасын сорғыштап, сондай бірдеңемен өзін күшейтіп жатқан болар. Кешке қарай тым ұзарып кеткен таудан түскен көлеңкелерге қарап, олар үнсіз отырып қалған. Кенет дәл жандарынан сораңдап Адай пайда бола келді. Қолында шарап, тығынын ағытып, аузынан бірер қылғыта жұтып алғаны көрініп тұр. Күштісі дұрыс болатыны күшті, күштісі жоқ, осыған қанағат. Ал Төлен дос, сұрадың, енді тыңда, деді сосын Әтіркүл екеуінің арасындағы өз орнына жайғаса беріп. Қазақияның бір интим қызық тарихын айтып берейін мен саған. Менің әкемнің әкесі өзінікі өзіне жетерліктей орташа шаруа екен. Жалғыз ұлы, яғни менің әкем жарместеу болып өсті. Жасы 40-қа келгенше әлі қиланып жүре берген болса керек. Баяғы төңкеріс бірін-бірі қуған, бірін-бірі қырған, ию-қию заман ғой. Сол дүрбелеңнен аман қалғанына қуанып, қой ұрпағым үзіліп қалмасын деп, Ләухи ұлын, яғни менің әкемді туа бір көзі қылый, бір аяғынан бір аяғы қысқа, қораш қызға үйлендіреді. Үй іші